Крещение мейрамы діни философиялық мәні бар, христиан дінінде ерекше орынға ие діни рәсім болып саналады. Бұл қаңтар айының 18 және 19 күндері тойланады. Христиан дініндегі сенім бойынша осы күндері Құдай әлемге үш түрлі тәңірлік бейнеде көрінген екен. Және осы күндері жер бетіндегі сулардың барлығы тазарады. Бірақ судың тазаруы киелі болғандығын білдірмейді. Су киелі болу үшін әуелі арнайы бір діни дұғалар оқылу керек. Сол үшін шіркеу әкейі әуелі шомылатын суларға дұға оқып, артынша айқыш кресті салады. Және сол суға енді кім шомылса, ол рухани тұрғыдан да және тәндік тұрғыдан да тазарды деп сенеді. Бұл христиан дінінің сенімі бойынша. Ал енді дініміз ислам жалпы христиандар мен яхудилерді әхлил китап деп атап, өзге діндерден бір саты жоғары қойған. Және сонау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманынан бері қарай олардың діни рәсімдерін жасауға кедергі қылмай, құрметпен қараған. Дәл сол секілді қазіргі уақытта біздер мұсылмандар олардың діни рәсімдеріне құрмет назарымен қараймыз. Бірақ бұл бір мұсылман адамның осы күнді қасиетті тұтып, суды киелі тұтып, мұздай суға сол суға шомылуына болады деген сөз емес. Егер қайсы бір мұсылман адам осы суды киелі тұтып, сол суға шомылып, немесе сол суды үйіне сақтап қоятын болса, онда мұсылмандықтан шығатын іс-әрекет жасаған болады. Себебі ол осы іс-әрекетімен христиан дініндегі Құдайдың үш түрлі тәңірлік бейнеде көрінгендігін қабыл еткенмен бірдей болады. Ал енді кім Алланы үштің үшіншісі деп сенсе, онда ол кәпір болады. Басқа бір аятта Алла тағала былай дейді: кім Алланы Мәриям ұлы Иса ғой деп сенсе, анық кәпір болды деген. Және бір аятта кім исламнан басқа дін іздесе, әсте ол одан қабыл етілмейді дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бір хадисінде кім қайсы бір қауымға ұқсаса, ол содан болған дейді. Міне осы айтылған аяттар мен хадистердің шеңберінде мұсылман адамның бұл күндерді қасиетті тұтуы және олардың суларын киелі тұтып оған шомылулары дұрыс емес. Сол үшін де мұсылман адам осы іс-әрекеттен ұзақ аулақ болу керек. Егер денсаулығын шынықтыру мақсатында, өзінің денсаулығын қуаттау мақсатында суық суға түсуді қаласа, дәл осы күндер емес, басқа күндерін таңдағаны дұрыс.